Иманқұл Ыбырайұлы Ибраев 1921 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бесарық ауылында дүниеге келген. 1940 жылы Шымкенттегі педагогикалық институтты бітіріп, Ташкент облысының Саят ауылындағы мектепте мұғалім қызметін атқарады. Внимание, говорит Москва. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 1945 жылдары қолына қару алып, Ұлы Отан соғысына қатысады. Иманқұл Ибраев соғыс жылдарында 41-ші атқыштар дивизиясында взвод командирі болып шайқасады. Ол басшылық еткен взвод бірнеше рет жаудың шебін бұзып өтіп, ерліктің үлгісін көрсетеді. Иманқұл Ыбырайұлы туралы өзінің қанды көйлек қарулас досы, Украин халқының жазушысы Дмитрий Цмакаленко «Ауыр айқастың алыптары» деген кітабында кеңінен жазылған. Майдан сәттеріндегі оның ерлік істері осы кітапта шұрайлы тілмен баяндалған. «Ауыр айқастың алыптары» кітабынан үзінді. Дәл төбе астында дүрс-дүрс еткен зеңбіректер оғынан жарылған жерлердің шаңдары аспанға көтеріліп, зеңбірекшілердің киімдерін ақ топырақ басты. Зәйтін бұтағына қалың шаң төселіп, солған сары жапырақтарды жердің қара кесегімен себелеп тастады. Кейінірек жау батареясы атысты тереңдетті. Жарылыстар қыстақтың бұзылған үйлерін, лашықтарын, қораларын аяусыз атқылауда. Өзен жақтан мылтықтың дауысы, зеңбіректің кезек-кезек атқылаған дауыстары анық естіледі. Ауада жіңішке ысқырық дауысы бар. Қаңғымақ оқтар андасында осында келіп түсуде. Зеңбірекші Ибраевтың взводы полк командирінің бұйрығымен өзеннің арғы бетіндегі межелі нүктеге жетуі керек. Бұйрық пен әрекеттің арасы жау қарасын тып-тыйыл ету қажет. Я сені жерлейді, я болмаса өлім оғының астына жауды көмесің. Әр шайқас жауынгерге қиын түседі деп Иманқұл Ибраев ой жүгіртті. Таңертең көргеніміз өлім лагерінің аузынан аман қалған тұтқындар. Олардың өзі халіне қарасаң, терінен көрі жақын. Еріксіз осы күнге дейін жетпей қалған бейгүнә жандарды ойлайсың. Түсте айлатып жеткен хатыңды алып, алыстағы жанұя, бауыр, ағайынның халімен сусындайсың. Сен мұнда, олар жырақта. Мына жауды ойсырату керек те, қайту керек дейсің. Амал қанша, жалғыз жауынгердің шаңы шықпас. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлік үшін Иманқұл Ибраев Ұлы Отан соғысының 2-ші дәрежелі және Қызыл жұлдыз ордендерімен, басқа да көптеген медальдармен марапатталды. Жеңіске жетіп, соғыстан оралған соң ұстаздық қызметін қайта жалғастырды. 1947 жылы бұрынғы Ильич ауданына мұғалім болып жұмысқа орналасады. 1947-1950 жылдары осы аудандағы Киров атындағы орта мектепте оқу ісі жөніндегі меңгерушісі. 1950-1952 жылдары Амангелді орта мектебінде директор қызметтерін атқарып, онан соң Өзбекстан Республикасының Ильич аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалады. 1957 жылы Балтакөл мектеп-интернатына директор болып ауысады. Осы жылдары мектептің материалдық техникалық базасын нығайтуға барынша күш-жігерін салады. Нөмірі 4-ші Балтакөл мектеп-интернаты республикалық дәрежедегі мектеп-интернатқа айналады. Қай істі болмасын, дөңгелетіп әкететін білікті басшы. 1964 жылы Түркістан аудандық оқу бөлімінің бастығы қызметіне көтеріледі. Алайда тағдырдың жазуына амал жоқ екен. Оқу бөлімін басқарып тұрған кезде 1966 жылы Иманқұл Ибраев кенеттен қайтыс болды. Жұртшылық сол кезде Иманқұл ағайды облыстық партия комитетінің 3-ші хатшысы болады деп күтіп жүр екен. Сұмажал оған жеткізбеді. Әріптес ұстаз, дархан жүректі азаматты соңғы сапарға шығарып салуға майдандас достары, Қазақ СССР-ның беделді басшылары мен жерлестері түгелімен қатысты. Олардан бөлек қаралы жиынға қара құрым адам көптеп жиналыпты.
Агартуу саласында аткарган кажырлы еңбеги үчүн Иманкул Ыбырайұлы Еңбек Кызыл Туу орденімен, Казак СССР-ның еңбегі сіңген мұғалімі атағымен, Казак СССР оқу ісінің озаты деген төс белгілерімен марапатталады. Жұбайы Сәли екеуі 4 ұл, 5 қыз тәрбиелеп өсіреді. Бүгінде облыс орталығы Түркістан қаласындағы бір көше Иманкул Ибраевтың есімімен аталады. Мен Сайфулла Айбарыс, Иманкул атамның шөбересі. Сіздерді ұлы жеңістің 75 жылдығымен құттықтай отыра, Иманкул атам жайлы деректі фильм шығардым. Иманкул атамның соғыста көрсеткен ерліктері және өмірдегі жақсы игі істері барлықтарыңызға үлгі боларлықтай. Осы Иманкул атам жайлы деректі фильмді Ибраевтар әулетіне жолдаймын. Деректі фильмді көргендеріңізге рахмет.